Балдарыңыз қалай? Бүгін бір құртпен сорпа шейік деп. Өткенде саятқа қаладан сорпаға қосатын құрт әкелсем, мынандай құрт әкеліп, сол үшін бір төбелесіп. Адам сияқты айтсаң, мынау вообще сорпаға қосатын құрт емес. Қойшы бақ. Жоқ. Мынау адам ішетін нәрсеміз. Короче, сорпа деп бір әңгіме айтайын. Баяғыда бір бай эксперимент жасамақшы болып, екі жұмысшысының біреуіне сорпа ғана беріпті 3 ай, біреуіне ет ғана беріпті. 3 айдан кейін екеуін қараса, сорпа ішкен беті домаланып, бетінен беті домалайтындай болыпты. Ал ет жеген сәкең сияқты болып шыға кетті. Бәсе, ылғи саят сорпасынан көбірек қой, сорпасынан көбірек қой. Не деген ғой пайдасы? Сорпаның бәрін өзің ішіп жүрсің ғой. Етке сорпа, бетке сорпадан ішіп отырыңыздар. Жұлдыздар